Бізде енді көбінде мен енді балалар және ересектер егер болғаннан кейін көбінде жылтуқа менен сарғаю менен көп балалар келет. Сарғаюдың өзі әдетте екі түрлі: физиологиялық, енді біреуі патологиялық. Физиологиялық дегеніміз жай ғана сарғаяды, сосын кейін бір 7-10 күн, 15 күнде қайтып кетеді. Ал патологиялық дегеніміз лимон сияқты сары болады, тіпті көзде сарғайып кетеді. Ондай жағдайда міндетті түрде әйелді, әсіті, билирубин общий, билирубин премийді міндетті түрде тексеру керек. Биохимический анализдер ғой. Егер сол кезде билирубин общий әдетте 20-дан төмен болады. Көп жағдайда жаңағындай балаларда 200-300 болып келіп жатады. Бұндай жағдайда міндетті түрде цитомегаловирус герпесті тексерту керек. Оны биохимияда тексеруге де болады, ПЦР-де тексерту керек. ПЦР-де тексерткенде көбінде жаңағы нәрестені кіші дәретінен тексереміз. Тексергеннен кейін егер көрсеткіштер жоғары болғанда міндетті түрде детский инфекционный врачқа көрсетіп, алдыменен тек қана көптеген дәрігерлер айтады, ой, жылтуық екен, болды, күн көзіне ұста, фототерапиясын жаса, орсасан іше сал, олай болмайды. Себебіне қарай емдеу керек. Себебі жаңа мен айтып отырған цитомегаловирус пен герпес. Бұл қалай дегенде Қазақстанның жастарының өкінішке орай 70-80% осы инфекция бар. Бұл жыныстық инфекция, жыныстық тұрмыс дұрыс болмағанда, жаңағы некесіз жаңағындай жыныстық тұрмыс болған жағдайларда, қоғамдағы жаңағындай моншадарда сондай бір жыныстық байланыс болғанда осылай инфекцияны жұқтырып алады. Инфекцияны жас ата-ана ала жүреді. Ол иммунитет төмендегенде ол көтеріледі. Соның кейін барып іштегі өскен бала сол инфекциямен өседі. Инфекциямен өскеннен кейін барып баланың бауыры зақымдар болады. Бауырдың ішінде көптеген өт қалтасының мынандай өт сұйықтығының жолдары, каналдары болады. Сол тосылып қалады, өт қалтасына құйылмайды, жаңағы денеге тарайды. Денеге тарағаннан кейін бірден бір зақымдар қылатын ми клеткасы. Егер 200-ден жоғары болып 7-8 сағаттан жаңағындай асып кеткен жағдайда ми клеткалар зақымдар болады. Жеңіл болған уақытта энцефалопатия дейді, мидың ағзатында өзгеріс болады. Ауыр болғанда ДЦП болады. Жеңіл болғанда ЗПР, ЗРР болады. Сол себептен құрметті видеоны көріп отырған көрермендер, ғылым, сол себептен жаңағы жыныстық тұрмыста да принцип ретінде, болашақ ұрпақ ретінде мынандай ғылыми түрде қарағандарыңыз жөн болады деп есептеймін. Ол кімнен қалай жұқты деген проблеманы мен көтеріп отырған жоқпын. Әр екі жақта тексерілу керек. Әр екі жақта болған болса, соны емделу керек. Кейіннен дүниеге келген бала сарғаймаған жағдайда да гарантин объемның ішінде кірмейді. Платный болса да, жаңа мен айтып отқан әйелті, әсіті, билирубин общий, билирубин премий, ГГТП дегендерді міндетті түрде тексеру керек. Егер жоғары болса, жаңа ПЦР тексеру арқылы тереңдетіп, ары қарай жаңа детский инфекционный врачқа көрсетсек, баланың алдыда жоғарыдағыдай айтқан ДЦП болудың алдын алуға болады. ЗПР болудың алдын алуға болады. ЗРР болудың алдын алуға болады. Ауыр жол іздегенше ауырмайтын, ауыр ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді ғой. Осылай міндетті түрде жаңа туылған балаларды қаратқызуларыңыз керек.